саламатсыздар. Бүгін 4-10 ай 21 жыл. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылту. Сабағымыздың мақсаты, сендер білетіндерің, бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылтуды сендер білесіңдер. Квадрат түбірден, кез келген квадрат түбірден 9-дан болса қандай сан шығатынын білесіңдер. Енді осы бүгінгі сабақта сендер нені үйренесіңдер. Яғни алгоритмді қолдана отырып, осы иррационалдықтан арылту үшін квадрат түбірі бар өрнектерді есте сақтайтындарың. Егер бөлшектің бөлімінде квадрат түбір белгісі бар болса, онда бөлшектің бөлімінде иррационалдық бар дейді. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босату дегеніміз, берілген бөлшекті түрлендіру арқылы бөлімін иррационалдық сан болатын бөлшекке келтіру. Естеріңде ғой, оны айтып кетем. Егер де бөлшектің бөлімінде түбір астында сан тұратын болса, онда ол иррационалдықтан біз арылтуымыз керек. Енді оны арылту үшін біз не істейтін? Түйіндесіне көбейтетін. Енді біз мына жерде балдар топ-топқа бөлініп отырмыз, топпен бөлініп отырмыз. Енді әр топтан бір оқушы тұрып, бүгінгі сабағымызға сәттілік тілейді. Сабақта барлық топқа сәттілік тілеймін. 4 топ бар, 4 топтың бірінші тобынан бізде Асқар әлі шықты. Қазір Асқар әлі мына тұрған клеткалармен шетінен жүре отырып жауап береді, сұрақтарға жауап береді. Яғни түбірасы 8-ден қандай сан шығады, түбірасы 125-ден қандай сан шығады, түбірасы 48-ден қандай сан шығады, соны бізге ауызша айтып өтеді. Білмеген жерінен тоқтап қалады, ойыннан шығады. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 балл тапсырма бар. 7 дұрыс жауап берсе, ол топқа 7 балл жазылады. Сән баста Асқар әлі. 2 түбірасы 2. Дауыстап айт, қанша? 2 түбірасы 2. 2 түбірасы 2 дейді. Дұрыс, келесі. 5 түбірасы 5. 5 түбірасы 5. Дұрыс, келесі. 4 түбірасы 3. 4 түбірасы 3. Дұрыс, келесі. 2 түбірасы 11. 2 түбірасы 11. Дұрыс. 2 түбірасы 7. 2 түбірасы 7. Дұрыс. 3 түбірасы 7. 3 түбірасы 7. Дұрыс. 5 болмайды, түбірасы 50-ден. Түбірасы 50. Қанша болады? 25-пен 2-ні көбейтіп сонда қанша шығады? 5 түбірасы 2. 5 түбірасы 2. Түбірасы 24. Түбірасы 24. Түбірасы 24. Түбірасы 24. Қандай санлардың көбейтісі? 8-бен 3 дейді. Ол болмайды, 8-бен 3 деп ойлағады. Қаншамен қанша деп ойлаймыз? 6-мен 4. Қанша шығады? 2 түбірасы 6. 2 түбірасы 6. 54. Түбірасы 54. 3 түбірасы 6. Дұрыс па? 3 түбірасы 6. Дұрыс. Келесі 144. 12. 256. 16. Түбірасы 100. 10. Жақсы, жарайды. Қазір біз әр топтан 1-2 оқушыдан білетініміз орнымыздан тұрып, содан есемдер ауызша айтамыз. Кәні, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 1-ші топтардан кәні кім айтады? 1-ші, түбірасты 5-ті, түбірасты 20-ға көбейткен кезде қанша болады? 100, 10. Түбірасы 20-ға көбейткен кезде түбірасы 100 болып, одан 10 шығады. Одан 10 шығады. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі топтан кім шығадан? Амин. Мына 3-ші сұраққа жауап береді. 3-тен 1-ді көбейтеміз, түбірасы 6-ның квадратына. 3-тен 1, ол түбірасы ішіне кіргенде квадратқа бөлінген алды қысқарып кетеді. Квадратты бір жойып, 3-пен 6 қысқартып 2 шығады. 4 есепте 2 түбірасы 11-ді квадраттан кезде қанша шығады? 44 шығады. Яғни 2 квадратталады, 2 болады, түбірді жояды 2, сонда 44. Жақсы, келесі 3 топтан келіп тапсырмалы кетеміз.
Üçüncü toptan. Ya altı top. Üçüncü top. Al dördüncü top. оңай ғой просто дұрыс үй деп тұр. Иә, 45 квадрат алып кірді, 28 дұрыс иә, салыстырған кезде. Мынау квадрат алып кірді дұрыс, квадрат алып кірді, екеуі де 32 дұрыс, 12 мына квадрат алып кірді дұрыс. Жақсыларына салыстырып біттік иә. Бірінші топтан 4 балл, екінші топ 4 балл, үшінші топта сәт қателік болып балл жинай алмай қалды, төртінші топ 4 балл жинады иә. Жалпы түсіндік қой бәріміз иә? Ол өтіп кетеміз. Келесі біздің тапсырмамыз белгісіз көбейткішті тап. Өздерің көріп тұрғандай, түбірасты 8-ді қандай санға көбейткен кезде 8 шығады. Түбірасты 8-ді қандай санға көбейткен кезде түбірасты 8 шығады. Мен екіні бірінші топтан шығарса, әр топтан екі оқушыдан шығып, тапсырманың бәрі дұрыс орындалды, иә? Түбірасты 8-ді көбейткен кезде 8 шығады. Түбірасты n-ді көбейткен кезде n шығады. Түбірасты 2x-ті көбейткен кезде 2x шығады. Түбірасты 5, түбірасты 3-ті көбейткен кезде 15 шығады. Е, балдар көріп тұрғанда, е? Түбірасты 3 көбейтіліп қанша шығады? 2 бірде түбірасты көбейткен кезде қанша шығады? Түбірасты 9 демек бірден қанша шығады? 3 деп айтамыз, 3 5-ке көбейтіліп 15 шықты. Келесі түбірасты А, азайтылған түбірасты Б-ны көбейтеміз, түбірасты А қосылған түбірасты Б-ға. Қысқаша көбейту формуласы бойынша бізден А минус Б шығады деген. Алтыншысында А қосылған түбірасты X көбейтілген. Бұның орнына біз қоямыз көбейткіштің орнына А минус түбірасты X, яғни қысқаша көбейту формуласы бойынша жазатын болсақ, А квадрат минус X шығады деген. Келесі есептер бізде 7-шісінде түбірасты 7, азайтылған түбірасты 5 деп берілген. Көбейткіштің орнына, жұлдызшаның орнына, яғни түбірасты 7 қосылған түбірасты алады. Бөлшектің бөлімін қандай өрнекке көбейткенде тура квадрат шығатындай анықтаймыз. Енді бірінші тапсырма қараймыз. Бір бөлінген түбірасты 3-дің, яғни иррационалдықтан құтылу үшін түйіндесі қандай сан болады? Түбірасты 3-дің өзі, яғни оның алымына да бөліміне де көбейтесіңдер. Келесі осына қараймыз. 14 бөлінген 2 түбірасты 7-дің, яғни түбірасты 7 болып тұр. Ясында, түйіндесі сонда қаншаға көбейтеміз? Алымында бөлімінде? Түбірасты 7-ге көбейтеміз. Келесі осына қараймыз. Бір бөлінген түбірасты 3 азайтылған түбірасты 2. Бұл жерде бұның түйіндесі қандай болады? Плюс түбірасты 2. Яғни ол санды біз алымына да бөліміне де көбейтеміз. Келесі 2 бөлінген 4 қосылған түбірасты оның түбірасты 10. Түйіндесі қандай болады? Түбірасты 10 дегендер қате? Арасында қосылу тұр. 4 минус түбірасты 10 болады. Яғни оны біз алымына да бөліміне де көбейтеміз. Ал іске сәт тапсырмамызды орындаймыз. Қазір мына жерде оқушылардың әр топтың өзінің орындаған тапсырмаларын балын есептеп, мына бағалау парақшасына түсіресің. Жақсы ма? Біз осымен сабағымызды аяқтаймыз. Аяқтамай тұрып, қазір мынау әкелген әрбір топбасшы Диана, бірінші топта, екінші топта Нұрила, Амин, жоқ Нұрила емес Амин, үшінші топта кім еді бізде? Аржуна, төртінші топта кім болды еді? Мерей болды. Міне осы топтардың жинақтаған, әр топтың жинақтаған балдарын маған әкеле қоя алуға. Мына жерде енді қараймыз, қорытындылайық. Диананың тобынан 6, 2, 4, 2, 3 общий қанша балл жиналды? Бәрі қосып қоймақсың ғой, 4, 8, 8, 6 қосса қанша болады? 14 5 қоссақ 17 балл. Яғни бірінші топ 17 балл жинады. Енді Аминнің тобына қараймыз. 5, 2, 7, 7-ге 4 қоссам 11, 11-ге 2 қоссам 13, 13-ге 3 қоссам 16 балл жинады. Екінші топ 16 балл жинады. Арунаның тобына қараймыз. 6, 2, 8, 9, 10, 11 балл жинапты. Мерейдің тобына қараймыз. 7, 8, 9, 9-ға 4 қосса қанша болады? 13, 13-ге 4 қосса қанша болады? 17. Яғни бірінші және төртінші топ 17 балдан жинады. Екінші топ қанша? 16 балл. Үшінші топ 11 балл жинады. Жақсы жаман емес. Балдар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ұнаған болса
дұрыс түсінген болсаңдар басқарма былай көрсетеміз, орташа түсінген болсаңдар қиғашынан көрсетеміз, ал мүлдем түсініксіз болса төбеге қаратамыз.